Сөздікпен жұмыс. Программаны тестілеу. Тестирование программы. Testing programs. Үлгі нәтижелері. Образцовые результаты. Sample results. Өткен тақырыптарда біз негізінен есепті шығару алгоритмін анықтау мен программасын құру жолдарына ерекше мән бердік. Бірақ берілген есептердің тек программасын құрумен бәрі бітпейді. Программа жазудағы жіберген қателерді анықтап, оларды жөндеу керек. Сонымен бірге программаның есепте қойылған шарттарға толық жауап беретінін анықтау мәселесі туындайды. Ол үшін құрастырған программаны тестілеуіміз керек. Тест алғашқы деректердің кейбір жиыны мен программа жұмысы кезінде осы деректерге сәйкес келетін алынуға тиісті барлық нәтиженің дәл сипаттамасы. Дәлірек айтатын болсақ, программа жасалған кезде соңғы нәтижеге жету негізінде қателіктер кетпес үшін жасалатын әрекеттер. Программаның қателерін жөндеу мен программаны тестілеу бір-біріне ұқсамайтын екі кезеңнен тұрады. Жөндеу кезінде программадағы синтаксистік қателер жойылады. Тестілеу кезінде программаның жұмыс істеу қабілеттілігі тексеріледі. Тестілеу программа жұмысындағы қателіктің бар екендігін анықтаса, жөндеу программаның дұрыс жұмыс істемеуінің себептерін көрсетеді. Программа қаншалықты жөнделгенімен оның жұмысқа жарамдылығын анықтайтын кезең программаны тестілеу процесі. Арнайы таңдап алынған тест жиынтығы көмегімен программа жұмысынан күтілетін нәтиже мен программаның нақты көрсеткен нәтижесі арасындағы сәйкестікті тексеру процесі программаны тестілеу деп аталады. Егер программа таңдап алынған тестілік деректер жүйесінен өткенде барлық жағдайда дұрыс нәтиже берілсе, онда программаны шартты түрде дұрыс программа деп есептеуге болады. Тестілеу тәсілін жүзеге асыру үшін олардың үлгі нәтижелері даярлануы тиіс. Программаны тексеруге арналған үлгі нәтижелер компьютерде программаны орындау, нәтиже алу кезінде дайындалмауы керек. Керісінше, программа жұмысын тексерудің алдында дайындап қою керек. Тестілеу процесінің кезеңдері. Программаны тестілеу процесін 3 кезеңге бөлуге болады. Бірінші, қалыпты жағдайларға тексеру. Программалардың жұмыс істеуінің нақты жағдайына тән алғашқы деректер негізінде тестілеу болжанады. Екінші, экстремалды жағдайларға тексеру. Бұл тестілеу деректерді шекаралық мәндерден құралады. Мысалы, программаны тестілеуге қолданатын деректер 0 мен 1 миллион арасындағы мәндердің бірі болсын. Онда программа жұмысын тексеруге экстремалды дерек ретінде өте кіші 0, 1 және өте үлкен дерек ретінде 999.999 миллион мәндері қолданылады. Барлық программа қандай да бір шектеулі алғашқы деректер жиынын өңдеуге есептеліп жасалатындығы белгілі. Үшінші, ерекше жағдайларға тексеру. Қандай да бір кеткен қателіктің себептерінен дәл сол мәндерді өңдеуге тура келген жағдайды тексеру ерекше жағдайларға жатады. Программа өзі дұрыс өңдей алмайтын кез келген деректерді теріске шығаруы тиіс. Программаның тестілеуден толық өтпеуі программа құруда кеткен қателіктерден туындайды.